Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын жасаймыз. Оригинал рецепт, өте әдемі, дәмді және бір жасағаннан шығады. Жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттің бәрі төменде көрсетілген. Сонда да 500 мл сгущенка, 250 грамм ұн, 10 грамм разрыхитель, 4 жұмыртқа және 30 грамм 82% сары май. Бірінші жұмыртқамыз бен сгущенкамызды жақсылап араластырамыз, яғни жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жақсылап миксерледік. Енді осы сұйықтыққа ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосып миксерлейміз. ұн мен разрыхитель бізде ситадан өткізілген, яғни елегіштен өткізілген. Ұнымызды жақсылап араластырдық. Енді сары майымызды комнатный температурада еріп тұрған қосып тағы да миксерлейміз жақсылап. Бұл бізде пропитканың рөлін ойнайды, яғни қождарымыз жабыспай піседі және жұмсақ болады. Пропитка жасаудың қажеті жоқ сонда торттымызға. Бірден крем чизімізді жаға беретін боламыз. Мінекей осындай масса дайын болады. Мен де тортымның диаметрі 20 болып пісірейін деп тұрмын. Яғни 18-20 қылып пісірсеңіздер, 10-12 корж шығады. Осылайынан кальцияның 20 диаметріне қойып, 3 ас қасық массамызды құйып, бір келкетіп жағып шығамыз. Әдемілеп асықпай бір келкетіп жағып шығыңыздар. 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламын мен. Енді сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына байланысты көріңіздер. 180 градус ең ықтималды температура. Осылайынан пешке жібереміз. Менде 5-7 минут аралығында корждарым пісіп шықты. Пергамент бумагамен деп бағлан, качественный пергамент болып пайдаланыңыздар. Себебі асты жабыспай осылай пісу керек. Екі бетін айналдырып, корждарымыздың барлығын суытып аламыз. Менде мына жерде 12 корж шықты. Енді тортымызды біріктірейік. Мен крем чиз дайындадым. Творожный сыр, сливки 30% және сахарный пудрадан. Осылайынан барлық коржды суытып алып, тортымызды сборка жасайық. Астына крем чиз жағамыз, чтобы тортымыз қимылдап кетпеу үшін. Корждарымызды айналдырып саламыз, яғни астын бетіне қаратып. Сонда крем жақсы сіңеді және де тегіс болып түседі торттарымыз әдемі болып. Не осылайынан крем жағып, тортымыздың барлығын корждарымыз бір-біріне қойып біріктіріп шығамыз. Барынша тез-тез бір жасағаннан шығатын қылып сіздерге өзімнің постоянно жасайтын молочная девочка тортының рецебін түсірдім. Бұл оригинал рецепт болып саналады. Бір жасағаннан шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын барыңызге.
Мінекей жылдан менде торттың сборкасы дайын болды. Өздеріңізге қандай етіп оформление жасағыларыңыз келеді, солайынан жасасаңыздар болады. Осы түрінде холодильникке 2-12 сағат арасында салып алсаңыздар өте дәмді болады. Мінекей осылайынан мен крем-чизді 2 цветке бөліп боядым және мастикамен жаздым. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бәріңізге сәттілік.